Той қазына, той мәдениет дегенімізбен осы күнгі тойларға айтылып жүрген сын көп. Саламатсыз ба? Расында қазіргі тойлар тұрпайы көріністерге толып кетті. Арзан күлкі мен масқарапаздық белең алды. Тас тойыны келін бол деп құлағынан тістеп алыңыз, апа. Асабалардың көбі тойды сайқы-мазаққа айналдырып жүргенін екінің бірі айтады, бірақ әзірге түзеліп жатқан нәрсе жоқ. Сол даңғазамен жыртың жалғасып жатыр. Ей, ұстама! Бол, жаным, ұстама ондай жерден. Неге KZ ақпараттық сараптамалық порталында тойдың мәдениеті тақырыбын алға тартқан сұхбат жарияланған екен. Бұл нәрсені тағы да еске түсіру әрбіріміз үшін пайдалы деген ойдамыз. Кеш жарық ағайын, бұл неге олай бағдарламасы? Қазақ тойының мәдениеті құлдырап барама деген тақырыппен басталған сұхбат мынадай. Той дегенде қу бас домалайды демекші, бүгінгі қоғам ешбір қуанышын ағайын туыстың басын қоспай атап өтпейтіні белгілі. Алайда тойдың саны артса да зиялы қауым арасында бұл жиындарға деген ықылас азайып бара жатқандай. Оған басты себеп бүгінгі тойдағы дарақылық пен мәнсіздік. Қазіргі қазақ тойының орташа статистикалық бейнесі көпшілік арасында жиі сынға ұшырап жүр. Қуаныш бөлісіп, ағайынмен кеңесетін, тағылымды дүние айтылып, рухани иірімдерге толы болуы тиіс ұлттық жиындарымыздың соңғы уақытта деңгейсіз шоу-бизнес пен ерсі ойындардың алаңына айналғаны жасырын емес. Стоп! Досрочный ответ. Первый был. Ну, приблизительно. Как приблизительно? Чем почувствовали? Ну, с задницей. Эй! Бұл орайда сын жебесі алдымен той тізгінін ұстаған тамадаларға келіп тіреледі. Осы тұрғыда той жүргізу мәдениетінің бүгінгі деңгейі мен оның рухани этнографиялық негіздері жайлы белгілі этнограф Баяхмет Жұмабайұлымен сұхбаттасып көрдік. Той беремін деген әр қазақтың басты уайымы той тізгінін ұстайтын адамды таңдау. Этнографтың пайымдауынша дәстүрлі қоғамда той басқару мәртебесі көп жағдайда суырып салма дарынымен не басқа да қабілетімен танылған азаматтарға бұйыратын. Алайда мұндағы басты өлшем өнер емес, ақыл мен моральдық ұстанымның беріктігі. Біздің дәстүрімізде мынау той басқарушы болады, мынау асаба болады, мына жаршы басқарсын, немесе мына адам осы тойды жүргізсін деп айтпайды. Шешендігімен не басқа да ерекшелігімен танылған азаматтарға той жүргізу бұйыратын. Бірақ оларға қойылатын басты шарт ақылы, моральдық ұстанымы дұрыс болу керек. Ақылды, арлы, моральды адам тойды жүргізсе, қаншама адам тәлім алады. Бұл үлкен бір ағартушылық негіз болады. Этнографтың айтуынша нағыз тамаданың тағы бір қасиеті жалпы жамағаттың сыр сипатын, психологиясын дұрыс тануында жатады. Сондықтан той төрінде отырған құрметті қариялардың құда жекжат пен қайын жұрттың алдында әдептен аттап артық сөйлеу, олардың көңіліне тиетін орынсыз қалжың айту бұрынғының ұғымында көргенсіздік саналып қатаң айыпталатын. Тура осылай еңкейесінде тіспен аламыз. Кім алады жанағын? Соған 100 000 теңге береміз. Бүгінде әлеуметтік желілерде той қонақтарының ар намысына тиетін орынсыз қалжыңдар мен ер мен әйелдің арасындағы эротикалық ойындардың да куәсі болып жатамыз. Баяхмет Жұмабайұлының айтуынша дәстүрлі ортада мұндай дарақылыққа жол берілмейтін, ал шектен шыққан жүргізушіні халық екінші қайтара алқалы жиынға жуытпаған. Қазақтың өзінің дәстүрлі бұрыннан келе жатқан сауық сайрандары бар. Ол сауық сайрандарды тәрбиелік мағынада жүргізеді. Егер тәрбиелік мағынада жүргізілмесе, тойды жүргізіп отырған адам дәстүрге, мәдениетке, тарихи дүниелерге сай емес ағаттық жасаса, ол майданнан шығып кетеді деді этнограф. Маман кез келген жиынның алтын діңгегі ұрпақ тәрбиесі екенін алға тартады. Ал бұл миссия орындалмаса, кінә тек тамадада емес, деңгейсіздікке жол берген той иелерінде де болады. Сонымен қатар этнограф бүгінгі тойлардағы дарақылықты батыстың ықпалы деп ақтауға еш негіз жоқ деп есептейді. Біздің халқымыздың тарихи мінездемесі өзінің көзқарасы, ұрпақ тәрбиелеуді басты орынға қою,
тойды жақсы үлгімен, жақсы мәдениетпен, жақсы көзқараспен жүргізуді мақсат етеді. Біздің қоғамда артықшылық болса да, кемшілік болса да Еуропадан көретін әдет бар. Олар бізге ештеңені зорлап таңған жоқ. Өздерінің арбасын өздері дөңгелетіп келе жатқан елдер. Кейбірі деңгейсіз адамдармен араласып, деңгейсіз адамдардың тәрбиесін көріп, сол мағынада өздерін Еуропаның мәдениетін алып жүрміз деп ойлайды, деді маман. Этнограф қоғамдағы мұндай дарақы сауық сайранның жайылуында екі фактор барын алға тартады. Біріншісі, той иелері мен қатысушылардың таным деңгейі болса, екіншісі, жиынның басты миссиясын ұмытып, тек арзан күлкіні мақсат ету. Оның пайымынша, мұндай мағынасыз даңғазаға еліктеу адамның жан дүниесі мен психологиясына әсер етіп, қоғамды рухани деградацияға ұшыратуы мүмкін. Негізінде тойға барған адам демалып, кеңесіп, көптеген нәрседен хабардар болып қайтуға тиіс. Ал қазір бастан аяқ даңғырлатып, салдырлатып өткізіп жатыр. Сондай даңғазаға еліктеу адамның жан дүниесіне теріс әсер етіп, ақырында түрлі келеңсіз жағдайларға алып келуі мүмкін. Молодец, қандай? Сексуальный. О, тоба. Сондықтан бұл жердегі ең үлкен айып той жүргізіп отырған азаматтың деңгейінің төмендігі. Оның бәрін халықтан көре беруге болмайды, деді маман. Бүгінде тамадалар қызметін заңмен шектеу туралы ұсыныстар жиі айтылғанымен, Баяхмет Жұмабайұлы бұл мәселені құқықтық тәртіппен реттеу мүмкін емес деп есептейді. Өйткені бұл адамның ішкі таңдау бостандығы мен жеке құқығына қол сұғумен тең әрекет. Сондықтан тәртіп заңмен емес, талғаммен орнауы тиіс. Ол үшін ең алдымен той иелерінің өз ақылы мен моральдық ұстанымы қалыптасқан. Парасатты жүргізушілерді іріктеп таңдағаны абзал. Раньше бухал, а сейчас бросил. Енді шама келгенше аудардым мен енді. Тойдың бұзылуы жақсы күлдіреді деп шектен шыға беретін адамды таңдаудан болады. Сондықтан тамаданы оның танымына қарай іріктеп таңдау керек деп есептеймін. Ал тамаданы тәрбиелеп шығу, оны жетілдіру немесе 2-3 өлшеміне қарап тойды жүргіздіру артық, деді маман. Дәстүрлі танымда той ішіп жеумен арзан күлкіні мұрат тұтпайды. Ол қашанда ағайынның басын қосып, ұрпаққа үлгі көрсететін үлкен ағартушылық алаң болған. Этнограф Баяхмет Жұмабайұлы айтқандай, бүгінгі ұлттық жиындардың деңгейсіз шоу-бизнеске айналуы заңның әлсіздігінен емес, қоғамдық талғамның жұтаңдауынан. Тәртіп заңмен емес, талғаммен орнағанда ғана қазақ тойы өзінің шынайы рухани миссиясына қайта оралмақ. Арнайы сіздер үшін неге олай бағдарламасы құрметті көрермен YouTube арнамызға жазылып, осы мәселе жайлы пікір қалдыра отырыңыздар.